Алла Тағала Құран-ы Кәримде былай дейді: Инна лиллахи ва инна лиллахи раджум. Менен кеттіңдер, маған ораласыңдар. Мархумның артынан анасы, туысқандары, достары қалды. Мархум жас болса да ғұрумен осымен аяқталды. Мархумды соңғы сапарына, бейіттің басына шығарып салай. Келіңіздер, ағайындар. Oğlum Kayda gittin жарығым. Жарығым жалғызым Біржан Біржан, жарығым қайда кеттің мені тастап, жалғызым Жатқан жер жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Аумин. Татжығың. Не болды? Осының бәріне сен кінәлісің. Түсінбедім. Қалай түсінбейсің? Біржанды өлтірген сен! Осынды шықты. Ұялмайсыңдар ма? Қайда тұрғандарыңды ұмытып қалдыңдар ма? Біржан әруағына не olsunдаршы? Бірінші магазинді өтмекші. Саламатсыз ба, қалайсыз? Біржанның өліміне сен кінәлісің. Не үшін олай ойлап тұрсың? Жерлеу неге келмедің? Көтің шыдамады ма? Көруің керек еді сен анасының жылағанын. Мен баратын ем ағай, сабақтан жібермей қойды. Өзіңнің де шешең бар шығар. Азамат, мен саған айттым. Түбі осыған алып келеді деп. Есіңде ма? Ана кісінің көз жасы мына сенің мойныңда. Өзің мойындамайынша, мен сенің артыңнан қалмаймын. Түбіңе жетем мен сенің. Ұқтың ба? Иә. Барыңдар жүгір. Қаланғай таң ат. Не болды саған? Сен маған бірден айта алмай жүрсің ба? Бейіттің басындағы анау. Өтірік білмейтін адам құсамаш. Осының бәріне сен кінәлісің. Сонда сен Біржан мені өлтірді деп тұрсың ба? Мүмкін өз қолымен өлтірген шығар. Сен сөйтіп айтқың келіп тұр ғой. Я, сен Біржанның өліміне сен қатысысың. Егер мен сол кезде саған звондағанда сен мына Марияммен қыдырмай сразу келгенде Біржан өлмейді. Сенші? Сен не қарап тұрдың? Мен ол жерде болмадым. Ал сен болдың. Бола тұра Біржанның сондай жағдайға жеткенде қарап тұрдың. Мал нахуй. Сендерші! Жігіттер, бір азағы күштерің жетпеді ма сендердің? Я, шамамыз келмейді. Шамамыз келмегеннен кейін саған звондадық. Саған жалындық. Сен не істедің, а? Мен ол жерде болғанын мен ести аламын. Ана мал азамат тыңдамайтын білесің ғой ешкімді. Сен сол суканың жақын едің ғой? Таңа қойсайшы болды. Сен жапшы аузың. Біржан сен бала күннен жақсы көреді. Сен оны білдің. Біле тұра бір рет болсын. Біржан жағдайың қалай деп сұрадың ба? Сұраған жоқсың. Тіпті көзіне де қараған жоқсың. Жүрдің ма мен өтірік киме деп? Сайбал есім жина! Не? Ашуыңды бас.
баспасам ше, не істейсің? Анау аза сияқты ұрасың ба? Мә, ұр! Болды, жігіттер, қойыңдар. Таныт, ашуыңды бас. Жүр сызға. Таңаттың айтқаны рас па? Рас па деймін саған? Иә. Ендігі менімен сөйлесуші болма. Мәриям, тоқташы. Аслан, тоқта. Ашуы басылсын, сөйлесесің сосын. Ана неге сонша ұрдың? Сен мен басыма бәле болуың не деген топассың? Қолыңнан ұрғаннан басқа бір нәрсе келе ме? Енді өзіңіз сөйлес деп айттыңыз ба? Мен саған сөйлес дедім, ұр дедім ба? Кім көрді ұрғаныңды? Біржанның сынам мен менің сынам. Біржанның оқиғасының артын әрең жапқанда тағы да былық шығып өсек тарап жүрмесін. Сөйлес ана 10-11 балалармен. Ертең аузына біреу ие бола алмай. Біреуге айтып қойып жүретін болса, сенің де менің де басым кетеді. Бар ретте болсын. Долбан, блядь. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кел. Ағай, сізге департаменттен ешкім хабарласпады ма? 10-шы сынып оқушысының өліміне байланысты тергеу жүргізуге келеді. Нұрғолжан, сен асықпа. Отыр. Шай ішесің бе? Жоқ, рахмет. Адам өліп жатса қайдағы ше? Иә, өте қайғылы оқиға. Мұғалімдер үшін де, балалар үшін де. Бірақ енді өзі сондай шешім шығарған екен. Амал қайсы? Қайдағы шешім? Бұл таза суицидке итермелеу. Сіз ол баланың мінез-емесімен таныстыңыз ба? Мұғалімдердің айтуынша барлығымен жақсы араласқан, ылғи көңілді жүреді. Аяқ асты, өз-өзіне қол жұмсауға себебі жоқ. Иә, білем. Бірақ сен оның тұрып жатқан үйін көрдің бе? Әкесіз өскен. Шешесі ертелі-кеш жұмыста, балаға қарауға мұршасы жоқ. Көршілер шеттерінен алқаштар мен бомждар. Мен сіз түсіне алмадым. Сізде жүрек бар ма өзі? Егер оның орнында сіздің балаңыз болса, кінәні бірінші ұлыңыздан іздейтін бе едіңіз? Айналайын, сен менің балаларымда шаруаң болмас? Ол да біреудің баласы. Неге сіздерге бәрібір, а? Мектептерінде оқушылар бір-бірін өлтіріп жатыр. Балаларды ойлайтын біреу бар ма? Сен тыңда. Бұл арыс болғаннан кейін бүйтіп батырсынбай қой. Осы уақытқа дейін қайда жүрдің? Түптеп келгенде бұл тікелей сенің жұмысың емес пе? Көз алдыңда болып жатқан нәрселерді байқамаған сенің кінәң. Әбден тергеу біткен кезде бұлай шу шығарудың қажеті жоқ. Қалай тергеу бітті? Қалайсыңдар жігіттер? Түсінем. Сыныптастарынан айырылып, көңіл күйлерің болмай тұр. Біржан жақсы жігіт еді. Бірақ енді амал қанша. Тағдыр осылай болып тұр. Біржанмен арамызда түсініспеушіліктер болған рас. Бірақ енді ол үшін мен оны жек көріп кетпеймін ғой, дұрыс па? Оның үстіне жектерден де естіп жатырмын. Жалғыз мамасы ғана бар екен. Мамасына обал болды. Жалғыз ұлынан айырылу оңай емес. Сондықтан біз 11-лер болып 100 мың жинап берейік деп шештік. Сендер ондар бір 100 мың жинап жүріңдер. Қолдарынан келеді ғой. Бесеусіңдер ондар.
әрқайсың 20 мыңнан жинасаңдар шығады. Аслан, сен осы ақшаның бәрін жинап маған әкеліп бер. Мен бұл ақшаны Біржанның мамасына лично өзім апарып берем. Қанша дегенмен ананың ата-ана ғой. Баласының достары келіп көңіл айтып, көмек көрсетіп жатса, қайғырған көңілі бір сәт болсын жұбанады деп ойлаймын. Біздің қолымыздан бар келетін осы ғана жігіттер. Қолымыздан келгенше жинайық. Жақсы жігіттер. Күтем. Неге жауып тастадыңдар? Нұрбол, тыныштық па сенікі? Мектептегі бала өліміне қатысты іс неге жабылды? Айғақ жоқ. Таппайсыңдар ма онда? Сендердің жұмыстарың ғой. Біз не іздемеді ғой дейсің ба? Іздедік, жоқ. Қайдан табамыз? Туамыз ба? Адам өліп жатыр. Осылай отыра бересіңдер ме? Қалай табамыз? Туамыз ба деп. Біз іздедік. Балалардан сұрастыра бастадық. Бірақ жоғарыдан хабарласып істі жауып тастады. Мен не істей алам? Айтқандарын істемесем жұмыстан кетем. Осы жұмыс арқылы бала шағамды асырап отырған адаммын. Нұрбол, біздің қолымыздан ештеңе келмейді. Келеді. Білесің ғой, приказ талқыланбайды. Бірақ сен сол мектепте жүрген адамсың ғой. Талассыз дәлел табылса, істі қайта қозғауға көмектесе аламын. Онсыз менің қолым байлаулы. Ұры болып айтып тұрған сөзін қарашы, мал. Еще мамасына оғып ал дейма. Аза мамасына ақша беріп, пиздец очко жинамақшы. Ол апарғанда да мамасының көзіне қайтып қарайды екен. Сонымен не істейміз? Жинаймыз ба? Жинаймыз да басқа не істейміз? Жинамасақ ұры өлтіреді. Анау ақша жинау бітпей кетті ғой. Оның үстіне жылдың аяғы да жақындады. Сендер 500 мың теңге не істедіңдер? Ол ақша Асланда. Біраз жинап қалған шығар. Сендер не істеп жатсыңдар? Бізге әлі 480 мың теңге жинау керек. Не істегесіңдер? Күні 2 теңгеден жинағасыңдар ма? Енді бұлардың тікелей братаны Самат. Ол ары кетсе бір-екі шапалағын береді. Ал біздікі қанша разы. Ол 11 баға сосын мектепке қарайды. Негізі көтіміз ауыр ғой біздің. Жүріңдер болды кетейік. Хабарласты ма одан кейін? Кешегі жағдайдан кейін ауру болмаса хабарласпайтын шығар енді. Полицияға арыз берерсің мүмкін. Жоқ, бермеймін. Неге? Асланға не деп айтам? Ол да естиді ғой ертең. Баламның алдында абыройым түсіргенше үндемегенім дұрыс. Онсыз да арамыз онша емес, Ажар. Есің дұрыс емес, Сәуле. Сені кеше Құдай сақтады. Қанша қыз одан зардап шегіп жүргенін кім білсін? Балаңның не ойлайтынын қайтесің? Саған айту оңай ғой, Ажар. Сен шынды екенсің. Ең болмаса әйелі білу керек деп ойлаймын. Ол ауру болсын, болмасын білу керек. Мам. Сәлеметсіз бе, тәте? Аслан, келе ғой.
Отыра қой. Біржанның күнделіктерін қарап отырмын. 7-ші сыныптан бастап күнделік жазыпты. Шетінен оқып отырмын. Не деп жазған екен? Бүгін жаңа жылдық кеш болды. Кеш қызықты өтті. Неше түрлі ойындар ойнадық. Биледік. Вальс қойылды. Вальске Мариямды шақырып, сол жерде дайындаған сыйлығымды бергім келген. Тағы да бере алмадым. Білмеймін, Мариямның жанына жақындасам, өз-өзімнен сөйлей алмай қалам. Осылайша сыйлығымды құшақтап, таң атпен үйге қайттым. Бірақ бұл нәрсенің де пайдасы бар. Ұнататын қызыма жақындай алмадым. Есесіне досым Риза жарығым-ау, жалғызым-ау, Біржантайым. Тәте. Не үшін келдің, айта қой. Мынау Біржанның достарынан сәлемдеме. Алда қырқы бар дегендей керек боп қалар. Сендердің араларыңда жүру керек еді ғой. Біржан мұндай қадамға баратын бала емес еді. Балам, шыныңды айтшы. Сендер оның досысыңдар. Сендердің араларыңда мен білмейтін бір жайт орын алды ғой. Солай ма? Айтшы, ол неге бұлай жасады? Білмеймін, тәте. Мен ол күні мектепте болмағам. Шын айтам, білмеймін. Сен білмейсің. Басқалар да білмейді. Тіпті тергеуші іс жабылды деді. Мен бірақ Біржанның себепсіз өз-өзіне қол жұмсайды дегеніне сенбеймін. Жүзішке хабарластым. Қазір келеді. Жағдайы қиын. Қысқасы болған жағдай осы жерде қалу керек. Асқар есін жинаса өзім сөйлесем. Шындығы ашылатын болса залды жаппақ түгіл сотталамыз. Түсініп тұрсың ғой сен? Сен не бақылап қарап тұрсың? Дайындал. Ауруханаға бірге барасың. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Гаухар ханым үйде ма? Иә, үйде. Менің есімім Сәуле болады. Дәуреннің группаласы боламын. Кездесе аламын ба екен? Иә, әрине кіріңіз. Рахмет.
Сәуле, айта бер, мен тыңдап тұрмын. Менің жақында күйеуім қайтты. Содан мен жұмыс іздеп жүргенімде Дәуренді жолықтырдым. Енді Дәуремен бұрыннан танысым, группаласым. Содан маған жұмыс ұсынды. Мен қуана келістім. Міне мына 2-3 күннің көлемінде өте ауыр жиіркенішті жағдай орын алды. Қандай жағдай? Сәуле маған жасырмай айтты. Сәуле, сен не айтып тұрғаныңды біліп тұрсың ба? Сен шын айтып отырсың ба? Саған өтірік айтып нем бар, Гаухар? Иә, әйел адам үшін мұндай нәрсені есту ауыр екенін білем. Дегенмен де сен естігенің жөн көрдім. Қандай жиіркенішті еркекпен өмір сүріп жүргеніңді білсін дедім. Осыны қадағалау сенің тікелей міндетің емес пе, а? 40 жыл бойы абыроймен қызмет істеп келіп, енді пенсияға шығуға 1 жыл қалғанда мектебінде бала өліп орнын босатты деген атаққа қалғым келмейді. Жасұлан, мен саған сеніп, мына орнымды саған қалдырғалы жүрмін. Ал сен болсаң, гүл шоқтарын қойдық деп әңгіме айтасың. Осыған жеткізбеу керек еді ғой. Ертең үстімізден іс қозғалып, өзіне өзі қол жұмсауға дейін жеткізіпті деген айып тағылса, не істейміз ал? Олай болуы мүмкін емес. Баланың әке-шешесі ажырасқан. Өзі жатақханада анасымен тұрған екен. Сол отбасылық жағдайдың кесірінен болған сияқты. Сен қайдан білесің? Отбасылық жағдайдың кесірінен ол баланың қайтыс болғанын. Сонда сен не? Өзіңнің қателігіңді сол баланың отбасына жаба салайын деп отырсың ба? Оқушыларға сен жауап беруің керек емес пе? Қайта абырой болғанда ана тергеу бөлімінің бастығы танысым болып шығып, іс оңай жабылды. Әйтпегенде басымыз бәлеге қалатын деді. Братан, сен таппай іздеп жүр ме? Шай іше ма? Азамат шақыратыр. Қайда? Пиштақ жаққа тез келсін дейді. Жарайды, қазір барам. Сосын братан, ондар ақша беріп жет, Азаматқа жинап жатыр екенсіңдер. Міне. Қайдарсың, телефонды өшіріп таста. Келдім ғой, айта бер. Әкелдің бақшаны? Не, жинап бермеді ма не? Жинап берді, толықтай жинап берді. Әкесі шен қайда? Жоқ, бермеймін. Сен не маған прикол ұстап тұрсың ба не? Азы, жоқ ақша, бермеймін дедім ба, бермеймін. Шаршадық біз сенің системаларыңнан. Сосын, бүгіннен бастап сенің старшак екеніңе похуй маған. Не оттап тұрсың, есің жи? На сен қорттан түрің бе? Азы, қазір сенен ешкім қорқпайды, біліп ал, ей. Мал. Даның ақ, шиго. Ада, қош болды. Араласпаш сен. Қош болды. Өлтіресің одан. Bir жанның өлімі аз болды ма не? Сен не, мен өлтірді деп ойлайсың ба не? Енді кім? Бәрі біледі ғой сен кесірінен өлген. Сен ғана білмеймін бе, басқа әлемде ұшып жүрсің. Түссей жерге. Сен не маған қарсы шығатын болғансың ба не? А жоқ, болмай ма не? Қатысың жоқ па? Араласпа, түсіндің ба? Мен саған ескерттім, өкініп қалып жүрме. Бері қарай, ақшаны алып кел бе. Бол тез!
Зажигалкаш. Мінезін көрсетпей жүрі. Братым. Жай ма? Саған Асланға бар дедім. Аслан алмай қойды. Жайшылық па? Сол үшін шығар 11-дің балалары Аслан тоқтамай тепкілеп жатқан. Не? Ля, жұмыс.